Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен апельсин согының рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай. Иммунитетті көтеретін бұл сусынды үйде жасап балаларыңызға беріңіздер. Алдын ала 3-4 сағат бұрын 3 апельсин мен 2 лимонымызды морозильникке салып қоямыз. Қатып тұрған апельсиніміз турауға аздап қиын болғанымен, мясировка немесе блендердің көмегімен өткізген кезде езіліп суы ағып кетпейді. Апельсинімізді 2 бөлікке бөліп алған соң, ары қарай туралуы өте жеңіл болады. Ет тартқыштың көмегімен немесе блендердің көмегімен осылай майдалап езіп алсаңыздар болады. Апельсин мен лимонымызды өткізіп болған соң, бізге 200 грамм қант керек. Осындай үлкен кастрюлемізді алып, ішіне апельсинімізді және 200 грамм қантымызды салып, үстіне қайнап тұрған 6 литр ыстық суымызды құямыз. Үш апельсин мен 2 лимоннан осындай 6 литр табиғи сок шығады. Енді бетін жауып, салқындағанын күтеміз. Енді согымыздың ұсақ заттарын осындай ситоның көмегімен сүзіп алып, ыдысымызға құямыз. Егер де менің рецепттерім сіздерге ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Күнделікті арнамда жаңа рецепттер. Ас болсын сіздермен бірге Тоғжан.